Барлығына сәлем достар. Арнаға подписка жасап қолдау көрсетіп кетейік. 1 минутқа өмірдегі кез келген адамды өмірінен айыра алатыныңызды елестетіңізші. Лайат Агами атты адамның қолына сондай мүмкіндік туып, тіпті өлім құдайының өзі оны қатыгез құбыжық деп қабылдады. Жапонияның басты жаңалықтарынан көптеген оқыс жағдайлар мен өлім сандары өсе бастады. Бірінен соң бірі қылмыскерлер мен түрмедегі тұтқындар, іздеуде жүргендер жан тапсырды. Барлығының өлім себебі бірдей, жүрек ұстамасы. Жапонияның министрлігінің ойынша барлығы вирус жұқтырған. Ғалымдарда мұның барлығы бір адамның ісі деп танылып, оған Киро лақап берілді. Кейбір адамдар оның барына сенбейді, ал кей адамдар бұл әділдік деп санайды. Жаңалықтардан жаңа қылмыс көрсетілді. Қарызға батқан еркек банк тонауға шешім қабылдап, 2 банк қызметкерін және 5 адамды өлтіріп, бірнеше сағат қалған адамдарды тұтқын ретінде ұстап отыр. Оның кім екені белгілі болды. Жас студент күнделігін алып, қылмыскердің атын жазғанда, бірден жаңалықтардан адамдар босатылып, қылмыскердің жүрегі тоқтап қалғаны белгілі болды. Күнделікке адам атын жазатын студенттің есімі Ягами Лайт. Ол университетте үздік оқушы және Шиоми атты қызы бар. Болашақта әкесі секілді детектив болғысы келеді. Лайт жаңа ғана емтиханды жақсы тапсырып, қызы Шиоримен асханаға тамақтануға келді. Айналадағының барлығы өлтіруші Кироны әңгіме қылып отыр. Лайт бұл істі әділ деп ойлайды, ал қызы керісінше тұтқындарды тек заңмен жазалау қажет деп ойлайды. Жігіт қызына Жапонияда заңның қалай жұмыс жасайтынын көрсетеді. Жігітте полиция департаментінің жасырын базасы бар. Ол онда кіріп қауіпті қылмыскерлер ақша төлеу арқылы тұтқындалмай заңсыз босатылатындарын көрген. Тіпті бұл жағдайға өзі көз жеткізген. Такуа есімді қылмыскерді барда жолықтырып, ол өзінің жасаған қорқынышты қылмысты айтып мақтанған. Бандиттер жігіттердің аңдып отырғанын байқап, қорқытып, мен ешқашан сотталмаймын деген. Жігіт қызына оқиғаны толықтай айтып бермеген. Сол күні жігіт бұзақылардан қаша жөнелгенде көшеден қара дәптер тауып алған. Сыртында өлім дәптері деп жазылған. Ал бірінші бетінде бұл дәптерге жазылған адамның аты өледі делінген. Тек адамның атын және бет бейнесін білу қажет. Жаңалықта қылмыскер кішкене қызды өлтіргені жайлы айтылып, жігіт әзіл ретінде қылмыскердің атын жазады. Таң атып Лайт таңғы ас ішуге тұрғанда таң қалып, әлгі қылмыскердің өлі екенін оқиды. Мүмкін бұл сәйкестік шығар деп жігіт тағы тексеріп көрмекші болады. Жігіт дәптерді өзімен бірге алып, тағы да Такуа бандиттерін кездестіреді. Лайт дереу оның атын жазып, көз алдында бандиттің жүрегі ұстап көз жұмады. Лайт қорқыныштан дәптерді жойып жүрмекші болып, алған жеріне қойып кетпекші болды. Бірақ оны өлім құдайы күтіп тұр. Қанатты құбыжық дәптерді құлатып алғанын айтып, бірақ дәптерді тартып алмайтынын айтады. Ол уақытта өлімдер зерттеліп жатыр. Ортақ ештеңе таба алар емес. Зерттеуге Интерполдан Эл мырза шақырылды. Ол көптеген өлімдерді ашқан. Эл өзін жасырады. Онымен тек көмекшісі Ватари сөйлете алады. Эл мырза бұл өлімді Киро жасап жатыр және ол жалғыз деп айтады. Лайттың әкесін зерттеу капитаны етіп тағайындалды. Өлім құдай енді жігітпен өмір сүріп, әрі қарай не болатын бақылайды. Лайт өзін құдай сезініп, қылмыссыз өмір жасағысы келеді. Киро енді оның екінші аты және ғаламторда атағы күннен күнге өсуде. Әлемнің барлық экранынан Эл мырза тікелей эфирге шықты. Ол қылмыскерді өзімшіл атап, ештеңеге қарамастан ұстайтынына уәде етеді. Жігіт шын мәнінде өзімшіл болып шықты. Ол бірден Эл мырзаны дәптерге жазып, тікелей эфирде көз жұмады. Ал Лайт өлім құдайы дәл осыны күткенін білмейді. Тікелей эфирге нағыз Эл мырзаның дауысы қосылып, Киро адамға жақындамастан ара қашықтықта өлтіре алатынына көз жеткізді. Экранда болған адам өлім жазасына кесілген қылмыскер еді. Ал эфир бүкіл әлемде емес Жапонияда ғана көрсетілген екен. Сонда Эл мырза Кироның нақты Жапонияда орналасқанын түсінді. Жігіт қорқып, енді өзінің іздеуде жүрген қылмыскер екендігін түсінді. Зерттеу жүргізіліп, өлім уақыты студенттер демалатын уақытпен дәл келді. Осылайша Кироның студент екені белгілі болды. Кешкі ас уақытында Лайт әкесіне іздеуге көмектескісі келетінін айтты. Әкесі бұл қауіпті іске араласуына қарсылық танытты. Енді Лайт абай болады. Ол қылмыскер, ал оның әкесі оны іздеуші капитан. Ол өзінен із қалдырмау үшін базаға кіріп, соңғы зерттемелер нәтижесін тексереді.
Лайт құбыжықпен серуендеп жүргені, оны бейтаныс адам аңдып жүрді. Лайт келесі қылмыскерді өлтіруге дайын, оны аңдып жүрген адамды білу үшін. Лайт қызымен автобусқа отырып, артынша бейтаныс адам отырады. Лайт артқа бұрылып, неге аңдып жүргенін сұрайды. Ол түсінбеген түр танытты. Қылмыскер дәл сол автобусқа отырып, жүргізушінің миына қару кезеді. Лайт сөмкесінен дәптерді шығарып, қылмыскерді өлтіргелі жатқанын айтып, оны аңдып жүрген адамға да көрсетті. Лайт капитанның ұлы екенін айтып, іске кіріседі. Бірақ ер адам қарсы, ол студенттің өмірі үшін алаңдаулы. Лайт оған қылмыскердің сыбайласы ретінде қабылдайтынын айтады. Ер адам бірден құжатын көрсетеді. Онда аңдушының толық аты жөні жазылған. Қолында қағазы жерге түсіп, қылмыскерді алаңдатты. Ол өлім дәптерінен алынған қағаз болатын. Қылмыскер оны қолына алғанда өлім құдайын көріп, оған оқ ата бастады. Бірақ оған тигенімен өтіп кетеді. Қаша жөнеліп автобустан түскенде оны көлік қағып көз жұмады. Жоспар дәл орындалды. Қылмыскер дәл дәптерге жазылғандай өліммен өлді, және аңдушының атын біліп алды. Еркек атын көрсетіп қойған үшін алаңдайды. Сүйіктісін құшақтап ойламауға тырысады. Сүйіктісі Наоми абай болуын сұрады. Сенбі күніне той күні белгіленген. Лайт өзінің өмір үшін алаңдаулы және зерттеуге қатысты барлық агенттердің аты жөнін біліп өлтіргісі келеді. Наоми күйеу жігітін күтіп отыр. Ол келіп, басқа күнге ауыстыруын сұрап, метроға кіріп кетеді. Наоми жігіттің ісіне алаңдап, артынан аңдып шығатын болды. Ол метроға отырып, студентпен рация арқылы сөйлескенде, Лайт ер адамға кез келген адамды өлтіре алатын дәлелдеп, онымен толық басқаратын болды. Ол дәптерге барлық агенттердің атын жазып, метродан шыққанда 3 секундтан кейін жүрек ұстамасымен қайтыс болды. Наоми көріп қатты қайғырады. Бұл көріністі көрген Лайт қыздың бейнесін жаттап алады. Лайттың әкесі жиналыс жасап, барлық ФБР агенттері көз жұмғандарын айтты. Өмір үшін алаңдаулы қызметкерлерге жұмыстан шығуға талап етеді. 6 адам және Эл мырза ғана қалады. Алайда сол 6 адам Эл мырзаның бейнесі көрінбей, қауіпсіздікте тек өзі ғана болғаны әділетсіз деп санайды. Эл мырза көмекшісіне барлығын алып келуді бұйырады. Отельге келіп жеткенде, шашы өсіп кеткен ақ терісті жас жігіт шығады. Бұл Эл мырзаның дәл өзі, және онымен жақын танысады. Эл мырза Кироның агенттің есімдерін тек агенттің өзінен біле алатындығын белгілеп, арада сатқын бар екенін айтады. Топқа капитанның отбасының суреттерін береді. Ал Наоми өз зерттеулерін жүргізіп, сүйіктісі үшін кек алмақшы. Басты күдікті Лайт Ягами. Оны зерттеу үшін капитанның үйіне жасырын камера орнатылды. Наоми Лайттың қызы Шиориді тауып, жігітін Киро өлтіргенін айтады. Ал Лайт 7 күн бойы үйде жасырын камера болатынын білді. Ол дәптерге жаңа жоспар құрып, өзінен күдік алып тастау үшін асықты. Шиори жігітіне Наомиді алып келіп, ол қыз өзін таныстырып, Лайтты сүйіктісінің өліміне кінәлайды. Қыз жігітке оны түрмеге отырғызатынына уәде берді, себебі қыз оған жалған есімін атады. Лайт үйіне қайтып бөлмеге біреу кіргенін байқайды. Демек бөлмеде жасырын камера бар. Өлім құдайы жігіттен алма сұрайды. Ал жігіт мән бермей дүкенге чипсы алуға шығып кетеді. Ол керемет жоспар құрды. Өлім құдайына барлық жасырын камераны табуды тапсырды. Егер жоспар сәтті өтсе, өлім құдайына алма беретінін айтты. Ол оның жалғыз азығы. Лайт отбасы әкелерінсіз кешкі ас ішуде. Үйге келмегеніне бірнеше уақыт болды. Лайт орнынан тұрып, бөлмесіне чипсы қорабын алып кетеді. Әпкесіне түнімен емтиханға дайындалатынын айтып, қарны ашатынын айтты. Жаңалықтардан қылмыскердің жүрек ұстамасынан өлгені көрсетіледі. Ал ол уақытта Лайт бөлмесінде чипсы жеп отырады. Барлығы ол уақытта Лайтты аңдып отырады. Ал Лайт күдікті ешқандай әрекет жасамады және одан кінә алынды. Лайт чипсы ішіне ручка және дәптер ішінен алынған қағаз салып қойған. Чипсы жеп отырғандай болып өлімді ұйымдастырған. Наоми Эл мырзаға хабарласты. Ол бұрыннан Эл мырзаға жасырын агент болып жұмыс жасайды. Қыз Киро бұл Лайт екенін айтып, оны өз өмірінің құнымен дәлелдейтінін айтты. Шиори Лайтқа хабарласып, сурет көрмесінде кездесуді сұрайды. Оны Наоми тұтқынға алып, әдейі ұйымдастырған.
Барлығы көрмедегі жасырын камераға үңілді. Лайт көрмеге келді. Эл мырза Лайттың Киро екенін білгенін және көздері жететінін айтты. Наоми Шиориді алып, егер Лайт мойындамаса, Шиориді өлтіретінін айтты. Ал Лайт мойындамай, қызды жіберуін өтінді. Наоми өзінің нағыз атын айтып, дәл қазір өлтіруге болатынын ескертеді. Шиори Наомиді итеріп жіберіп, Лайтқа қарай қаша жөнеледі. Наоми қаруын шығарып, Шиориді артынан атып жібереді. Қыз бірден өліп кетеді. Ал Наоми жасағаны үшін кінә сезініп, өзінің миынан атып жібереді. Ал Лайт нағыз нашар адам болып шықты. Ол алдын ала қызы Шиоридің есімін дәптерге жазып, дәл осы көрініс болуын қалаған болып шықты. Лайт Наомиді басынан өлтіруді жоспар құрған және нағыз есімін неке қию орталығынан білген. Лайт қайғырған кейіп танытты. Ал өлім құдайы жігіттің сүйіктісін құрбан еткеніне таң қалды. Ол еш өкінбейтінін айтқанда, өлім құдайы сен менен асқан құбыжық болып шықтың дейді. Ол әкесіне қызының өлімі үшін кек алу үшін зерттеуге қатысуға рұқсат сұрайды. Оған Эл мырзаның өзі рұқсатын береді. Достар, арнаға тіркелуді ұмытпайық.